Баршаңызға сәлем. Папиллома, яғни тері өсінділері кең таралған және ол әдетте 25 жастан асқан адамдарда пайда болады. Ерлер мен әйелдерде бірдей кездеседі. Тері папилломасы тері жасушаларынан тұратын қатерсіз ісіктер. Олар дененің кез келген жерінде шығуы мүмкін, бірақ жиі тері үйкелетін жерлерге шығады. Мысалы, қабақ, қолтық, омырау асты, шап, кеуде тұсы, мойын аумағы. Папиллома көрінетін жерде орналаспаған болса, көбіне білінбей қалады. Оған қоса, адамдарда ешқандай ыңғайсыздық сездірмейді. Олар өлшемі үлкейген кезде ғана көріне бастайды, және үйкелетін жерде орналасқандары ауыра бастауы мүмкін. Папиллома зақымдалса, ол қабынып қанауы мүмкін. Тері папилломасы әдетте зиянсыз. Оны көбіне эстетикалық және косметикалық себептермен алып тастайды. Ал кей адамдар үйкелетін жерлерде орналасқан үлкен тері папилломаларын ыңғайсыздық тудыратындықтан алып тастайды. Оны жергілікті анестезиямен алады. Ол ауыртпайды және тыртық қалдырмайды. Алып тастамас бұрын алдымен өсіндіге диагностика жүргізіледі. Себебі кей жағдайда гистологиялық зерттеу қажет болуы мүмкін. Папиллома не үшін пайда болады? Тері папилломасы жиі мына жағдайларға пайда болуы мүмкін. Артық салмақ пен семіздік, холестериннің жоғарғы мөлшері, қант диабеті, жүктілік, адам папилломасы вирусының кей түрлері, гормонды тепе-теңсіздік, генетикалық бейімділік, жоғары қан қысымы, төмен иммунитет, дәрумендер жетіспеушілігі. Мұндай тері өсінділері көбіне қатерсіз болғанымен, қатерлі түрлері де кездесіп жатады. Сондықтан өзіңізден артық тері түзілімін байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрсету керек. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, видеоға лайк басып, арнама тіркеліп, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Алда әртүрлі пайдалы әрі қызықты ақпараттар ұсынатын боламын.